Саламатсыңдар ма балалар? Біз сендермен бүгін құстар туралы өтетін боламыз. Өткен сабақтарда адам және табиғат, адам және жан-жануарлар туралы сабақтарды өткен болатынбыз. Яғни біз жан-жануарлардың, табиғаттың адамға тигізер орасан пайдасы туралы жақсы біліп түсіндік деп ойлаймын. Енді бүгін әңгіме құстар туралы болмақ. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тыңдалған диалог бойынша көтерілген мәселені түсінетін боласыңдар. Сондай-ақ синонимдерді көркемдік ерекшелігіне сай қолдана аласыңдар. Балалар, құстар табиғаттың бір бөлшегі. Олар туралы біз көптеген аңыздар, қиссалар, ертегілер естіп өстік. Мәселен, қарлығаш пен Дәуіт, қарлығаштың құйрығы неге айыр деген ертегілерді тыңдау арқылы біз қарлығаштың қасиетті құс екенін, оған тиісуге болмайтынын білеміз. Яғни осы арқылы біз қарлығаштың қасиетін ұғынамыз. Балалар, енді Мирас пен атасының әңгімесін тыңдайық. Ата, деді Мирас, атасының жанына ентелей жүгіріп келіп. Я, Мирасжан, тағы не боп қалды? Ата, осы неге үлкендер құс ұясына тиіспе дейді? Мирасжан, ол өте дұрыс тыйым. Әсілінде құс ұясына шынында тиісуге болмайды. Ата, соның себебін айтасыз ба? Жарайды айтайын. Менің қолымдағы кітап дәл сол туралы. Бұл жерде былай жазылады. Бірде Лұқпан хакім екі ұлын ертіп, көрші ауылға бара жатады. Жолда балалары ағаш басында тұрған құрқылтайдың ұясын көреді. Балалар әкесіне жалынып, әке ұяда балапан бар, оны үйге ала кетейікші, бағып-қағып асыраймыз, жем-суын береміз дейді. Екеуі екі жағынан жамырап. Лұқпан ұлдарының көңілін қимайды, ұяны қоржынына салып алады. Үйіне келсе, қоржындағы екі балапан тұншығып қалыпты. Анасы шала жансар күйде жатыр екен. Хакім ұрып өкініпті. Кейін зұлым патша жала жауып, Лұқпанды екі ұлымен зынданға тастайды. Зынданда хакімнің ұлдары өліп, өзі шала жансар күйде әзер шыққан екен. Хакім ел арасында жүргенде осы оқиғаны ғибрат етіп айтып жүреді. Осыдан бастап құстың ұясына тиіспе, обал болады деген тыйымдар шығыпты. Ата, керемет екен. Ал қарлығашты осы неге киелі құс дей береді бәрі? Мен бір кітапта оқығанымдай, тіпті Төле би қарлығаштың ұясын бұзбау үшін жау шапқыншылығы кезінде де көшпеген екен. Оның дұрыс, Мирасжан. Біздің Төле би шынында қарлығаш әулие атанған. Ол бірде жаугершілік заманы келген кезде көште қалып кетеді. Қонтайшы үйге кіріп, сіз неге көшпедіңіз? Әлде бізден қорықпайсыз ба дейді. Сонда би молдасын құрып отырып, шаңырағыма қарлығаш ұя салып еді. Қарлығаштың балапандары қанаттанып, ұшып кеткенше көше алмаймын. Сенен де қорқам. Бірақ қарлығаш қасиетті құс, адамның досы. Сондықтан мен оны бұзып кете алмаймын дейді. Сонда қонтайшы сөзден тосылып, биге бата алмай кері қайтады. Нөкерлеріне, мынау әулие адам екен, тимеңдер деп жүре береді. Содан бастап Төле би қарлығаш әулие атаныпты. Сөйтіп, оның бұл ісі кейінгі ұрпаққа өнеге үлгі болған екен. Көрдің бе, Мирасжан? Құстар да біздің досымыз. Біз оларды қорғап, қыстың күні ұя салып, жем беріп, қорған болуымыз керек. Сен де осыны еске сақтағайсың. Жарайды, ата, деді Мирас. Балалар, осы тыңдаған диалог бойынша мына тапсырмаларды орындаңыздар. Қалай ойлайсыздар? Берілген диалогта қандай мәселе көтерілген?
Сен мирастың атасының айтқанымен келісесің бе? Құстарды қорғау туралы бір жоба жасап, немесе өзің құстарды қорғаушы ретінде не істер едің? Сондай ойыңмен бөліс. Сабағымыздың келесі мақсаты синонимдер болатын. Синоним дегеніміз мағынасы бір-біріне жақын сөздер. Мысалы, әдемі, көрікті, сұлу. Яғни бұлар әртүрлі дыбысталғанымен бір мағынаны білдіріп тұр. Осыған сәйкес екінші тапсырманы орындаңыздар. Берілген сөздерге синонимдер жазып көріңіздер. Жақын, үтір қойып жанына синонимдерді жалғастырыңыздар. Сондай-ақ батыр, ақылды, ерекше және іздеу деген сөздердің синонимдерін сәтті жазады деген ойдамын. Балалар, сондай-ақ бүгін мынандай қызықты тапсырма орындайық. Мен сендерге бүгін сан жұмбақ әзірледім. Мәселен, бірінші, төбедегі сандар сол әріптің қаншыншы әріп екенін білдіреді. Мәселен, ненің түбі сары алтын? Жауабы сабыр түбі сары алтын. Яғни, бірінші дыбысы с әріпі. Дәл сол сияқты келесі сұрақтар әріптің кездесетін санын білдіреді. Демек, сюжеттің белгілі бір құрылымы дегендегі жауаптың 7-ші әріпі и болып келеді. Мәселен, дыбысталуы бірдей, мағынасы басқа сөздер деген сұрақтың жауабының 1-ші әріпі о болып келеді. Сіздер мені түсінді деген ойдамын. Және сан жұмбақты өздеріңіздің логикаларыңызға сүйеніп, білімдеріңізге сүйеніп, сәтті шешеді деген ойдамын. Балалар, біз бүгін құс ұясына неге тиісуге болмайтынын білдік. Құстарға қамқор болуды үйрендік. Синоним сөздерді тауып жаза алдық. Сабақ аяқталды. Рахмет.